Сәлеметсіздер ме, оқушылар, бүгін біз өте қызықты әрі маңызды тақырыпты қарастырамыз. Жаңа заттарды және материалдарды өндіру. Жаңа материал дегеніміз не? Жаңа материалдар бұл табиғатта кездеспейтін немесе қасиеттері жақсартылған, адам қолымен жасалған заттар. Олардың басты мақсаты қазіргі технологияның талаптарына сай келу. Мысалы, жеңіл, бірақ өте берік материалдар, жоғары температураға төзімді заттар, электр тогын жақсы өткізетін немесе керісінше өткізбейтін материалдар. Бұл саламен қандай ғылымдар айналысады? Жаңа материалдарды жасау және өндірумен бірнеше ғылым саласы айналысады. Материалтану материалдардың құрылымы мен қасиеттерін зерттейді. Нанотехнологияда қосылыстарды синтездейді. Физика материалдардың электрлік, магниттік, оптикалық қасиеттерін түсіндіреді. Инженерия сол материалдарды өндірісте қолдануға бейімдейді. Яғни, бұл бірнеше ғылымның бірігуінен пайда болған кешенді сала. Жаңа материалдар қалай жасалады? Жаңа материалдарды өндіру бірнеше кезеңнен тұрады. Зерттеу, қандай материал керегенін анықтау, синтездеу, зертханада жаңа зат алу, қасиеттерін тексеру, беріктігі, төзімділігі, өткізгіштігі, өндіріске енгізу, зауытта көп мөлшерде шығару. Мысалы, пластик, синтетикалық талшықтар, композиттер осылай жасалған. Қайда қолданылады? Жаңа материалдар біздің өміріміздің барлық саласында қолданылады. Медицинада жасанды органдар, импланттар, құрылыста жеңіл әрі берік материалдар, энергетикада күн батареялары, электроникада смартфондар, микрочиптер, ғарышта ракета және спутник материалдары. Неге бұл маңызды? Жаңа материалдар бұл болашақтың негізі. Олар технологияның дамуын жылдамдатады, адам өмірін жеңілдетеді және жаңа мүмкіндіктер ашады. Қорытынды: сонымен жаңа материалдарды өндіру бұл химия, физика және технологияның біріккен нәтижесі. Бұл сала болашақта одан жаңа жаңалықтарға жол ашады.